Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен өзіміздің отбасымыздағы шағын тіршілік, қой қорасы туралы, яғни қой қорасын қалай салдық, қалай өзгертіп жатырмыз, неге өзгертіп жатырмыз, сол туралы әңгімелеп беретін боламын. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер ең алғашқылар болып, менің әрбір видеомды бірінші болып тамашалайтын боласыздар. Алдағы уақытта мен өзіміздің отбасымыздағы осындай тіршіліктер туралы қызықты да, әрбір отбасына пайдалы деп ойлаймын, пайдалы осындай керемет видеоларды шығарып, YouTube-қа салып отыратын боламын. Алдыменен неліктен біз қой қорамызды өзгерткелі жатырмыз, сол туралы баяндап берейін. Қой қорамыз бізде былтырдан бері бар. Былтыр бір жыл қой асырадық үйде. Кішкене соның пайдасын көрдік. Қой асыраған кезде біраз қателіктер болды. Соны енді түзеткелі жатырмыз. Күйеуіммен балам жұмыс істеп жатқан кезде мен ол кісілердің үйде тамағын дайындап жатырмын. Әрине көп жұмыс істеп шаршағаннан кейін тәтті тамақ жеп, күш-қуаттарын жинап, шаршағандарын басып отырғанға не жетсін. Мінекей мен бүгін вермишельден нан палау жасағалы жатырмын, өзіміздің қазақша вермишель тамағы. Жаңа қай жеріне келіп едік. Соныменен неге өзгерткелі жатырмыз қой қорамызды. Жаңа айтып кеттім ғой. Былтыр біз қой асырадық, қойды бақтық. Сол кезде бізде әжептәуір қателіктер болды. Қой қораны таза ұстау үшін басқаша жағдай жасау керек екендігін біз түсіндік. Жолдасым не істеу керектігін көп ойланды. Интернеттен және YouTube каналдардан басқа жақтағы адамдар қойды қалай асырап жатыр, қандай қорада ұстап бағып жатыр, сол туралы көп ізденіп қарады, көрді, сөйтіп өзіне қажетін алды, сөйтіп не істейтіндігі туралы жоспарлады. Сөйтіп алдыменен қажетті материалдардың бәрін жазып алды, не керек екендігін. Одан кейін строительный базарға барып, қажетті темірлерді, тақтайды, сым дейма, қандай заттар қажет, соның бәрін жазып алып, алдыменен әкеп қойды үйге. Бізде оңтүстікте күн жылы болатын білесіздер, бірақ былтыр біз өзіміз Шымкент қаласында тұрамыз. Былтыр бізде қыс өте суық болды. Бұрын соңды ондай қыс болған жоқ еді. Қар өте көп жауды. Сондықтан да біраз қиындықтар әкелді. Мінекей біз түскі обедімізді ішіп жатырмыз. Үйде отбасымызбен барлығымыз. Өте қарапайым дастархан, бірақ өте тойымды. Керемет тамақ. Жақсылап тамақтанып алды жолдасым мен балам. Одан кейін арғарай өзінің тіршіліктерін жасап жатыр. Жаңа айттым ғой, былтыр бізде қыс өте суық болды, қар өте көп жауды. Сондықтан да мына қой қорамыздың үстіндегі шатыры қарды көтере алмай кішкене майысып қалды. Шатыры түсіп кетер ме екен дегенде бізде кішкене уайым болды. Бірақ қыстан аман-есен шықтық. Бірақ келесі жылы міндетті түрде осы кеткен қателіктердің бәрін түзетеміз деген ойда болдық. Соныменен
Алдыменен шатырын майыспайтындай етіп, ортасына мінекей тіреулерді қойып шықты. Өте жуан, қалың темірлерді ортасына қойып, міне. Алдыменен шұқырларды қазып алды, жерді қазып, сол жерге тіреулерді қойып, үстіңгі жағын темірлерге бекітіп, сваркілеп, мінекей тіреулерді орналастырып алды. Одан кейін темірлерді міне сәл биік тапшан сияқты қылып, міне дуалға, басқа да темірлерге бекітіп, тапшан сияқты қылып, бұлай скелетін құрып жатыр. Мінекей біразын жапсырып қойды темірлерді. Бұның бәрін өлшеп, сызып, солай жасап жатыр. Біраз уақытты алатын жұмыс бұл. Бұл бір күндік жұмыс емес. Бұл жерде біз монтаждап, солай көрсетіп отырмын жұмысымыздың болып жатқанын. Бірнеше күндік жұмыс. Біздің үйіміздің кіреберісі, міне кішкентай үйде немерем ойнап жүр. Қой қорасын астын бәрін істеп болғаннан кейін цементтейтін боламыз. Тасты, құмды әкеп дайындап қойды алдын ала. Сол үшін. Арасында тамақ жасаймын, немереме қараймын. Одан соң гүлдерге де су құйып қоямын. Мен де өзімнің тіршілігіммен айналысып жүрмін арасында. Мінекей барлығын өлшеп, жапсырып, сваркілеп жатыр. Кейде қате кетіп қалады арасында. Күліп қойып жүр ғой, мінекей жолдасым қате кетіп қалады. Оны қайттан, қате кетіп қалған жерлерін қайттан үзіп түсіріп, оны қайттан жапсырады. Бұрыш-бұрыштары кетіп қалмасын деп. Міне бүгін екінші күн. Кеше нан палау жасасам, вермишельден, бүгін енді күріштен тамақ жасап бергелі жатырмын. Палауды үйдегілер өте жақсы көреді. Сондықтан да бүгін күріштен тамақ жасап берсем деп ойланып жатырмын, жасап жатырмын. Қараңызшы. Әбден шаршап, шалдыққан кезде қандай тамақ болса да бұл өте сіңімді, өте дәмді болып көрінеді ғой. Қазір жұмыс істеп, шаршап келген жолдасым мен күйеуіме осындай керемет тамақты ұсынатын боламын. Мынау біздің есігіміздің алды. Мынау менің өсіріп жатқан гүлдерім. Гүлдерімді суғарып жатырмын. Шөлдеп қалған екен. Кішкене суғарып қойын деп ойладым. Міне күрішін салдым тамақтың. Енді бір жарты сағатта менің тамағымда дайын болып қалады. Сол түстің сағат 2-ге дайын болса екен деп, соған туралап тамағымды дайындап жатырмын. Ой, мінекей мен тамағымда дайын болып қалды, пісті. Енді тамағымды тарелкаға салып, дастарханымыз жасап,
Қазір шайымызды ішеміз. Отбасымыз жиналып, мінекей тағы да түскі тамағымызға отырдық. Осындай ауыр жұмыстан кейін өзіміз болып отырып, осылай әзілдесіп, күліп, ойнап отырып, жегенге не жетсін. Алдағы уақытта не істейміз, не қоямыз, өзімізше отбасымызбен отырып, ақылдасып, не істеп, не қоятынымызды әңгімелеп, осылай отырып, тамағымызды ішіп алдық. Тамағын ішіп болғаннан кейін жолдасым мінекей жұмысын ары қарай жалғастырып жатыр. Арасында армандап әңгімелеп қоямыз. Тағы да алдағы уақытта не істейді, қалай өзгерістер жасайды, сол туралы жолдасым айтып жатыр. Мінекей мына темірлерін бәрін бекітіп болғаннан кейін үстіне тақтайларды қағып, қой тұратын тапшандарды жасап шығамын деп, одан кейін бәрін краскілеп, дуалдарды да краскілеп, мына темірлерді де краскілеп, бәрін әдемілеп жасайтындығын айтып жатыр. Алдағы уақытта соның бәрін қалай жасадық көрсететін боламын. Байқап тұрсаңыздар, жердің бәрі тас болып жатыр. Оның бәрін алдағы уақытта цементтеп шығатын боламыз. Мінекей барлық темірлерін жапсырып болғаннан кейін жолдасым балам екеуі бәрін цементтеп шықты. Қораның еденінің бәрін цементтеп шықты. Бұрынғысынан гөрі жинақы болып, әдемі болып көрініп қалды. Енді осы цементті кепкеннен кейін қалған темірлерін тағы да сваркілеп жапсыратын болады. Мінекей бүгін тақтайын әкеп түсірді. Жаңағы жасап қойған тапшандарымыз бар ғой, қойға арналған, қой тұратын жерлер. Темірлерді бекітіп, сваркілеп, скелетін жасап қойды ғой тапшаның. Енді соған осы тақтайлардың бәрін бекітіп, полын салып шығатын болады. Тақтайдан мінекей полын салып жатыр. Темірге бекітіп, шұрыптап, қозғалмайтындай етіп, жақсылап бекітіп, полын жасап жатырмыз. Енді осы ұзын қораны 3 бөлікке бөлетін болады. 3-ке бөлгеннен кейін әр қорасында, әр бөлігінде 7 қойдан, 8 қойдан тұратын болады деп шамалап жатырмыз. Әр бөлігінде. Негізі қойларды кішкене бөліп ұстаған дұрыс екен. Ішінде білесіздер ғой енді. Мен онша ажырата бермеймін, бірақ жолдасымның айтуы бойынша білемін. Қойлардың ішінде әлсіздері болады, кішкене сосын мықтылары болады. Сол мықты қойлар көбінесе тамақтың көбін солар жеп қояды, суды солар ішіп қояды. Әлсіздері кішкене аш қалып кетуі мүмкін. Сондықтан да мықтыларын бір бөлек, әлсіздерін сәл бір бөлек, солай ұстаған дұрыс деп айтып жатыр. Мінекей еденін жапсырып жатыр. Алдағы уақытта енді керемет қора болатын шығар деп ойлап жатырмыз. Мінекей тексеріп көріп жатырмыз қалай болғандығын. Немерем
тақтайдың үстінен секіріп ойнап жүр. Жақсылап бекітіп шықты. Мына тақтайларды қозғалмайтындай етіп жақсылап бекітті. Енді осы видеомның жалғасын алдағы уақытта тағы да қандай өзгерістер жасадық, соны көрсететін боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.